Сәлем достар, біз бүгін шоколадты печенье әзірлейміз. Ол үшін жұмыртқа мен шекерді жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Ұнды, какаоны, разрыхлительді бәрін араластырып, үккіштен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп араластырамыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп араластырсақ, біздің қамырымыз ондай қатты болмай жұмсақ болып келеді. Дайын болған қамырды 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Елек формада қант ұнтағына малып, демлетіп формамызға қоямыз. Қыздырылып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печеньеміз әзір болды. Өте жұмсақ, дайындап көріңіздер.